Остеопат маманы қандай жұмыс жасайды, адаммен қалай жұмыс жасайды, соған бүгін тоқталатын боламыз. Қысқаша, көп адамдар айырылмай жатады. Біз өткенде видео түсірдік. Массажистермен айырмашылығы. Көп адамдар массажистермен айырылмай жатады. Соған қысқаша бүгін тоқталамыз. Кейде біз көріп жатамыз, дәрігерлердің өзі, оқыған адамдардың өзі немен айналысатынын білмейді остеопаттың. Немесе остеопатты жаңағыдай мануальный терапиямен шатастырып жатады. Түрлі ұратын ударный техникамен жұмыс жасайтындармен шатастырып жатады. Бұл остеопатиядан бөлек олардың барлығы. Остеопат маманы жалпы қалай жұмыс жасайды. Енді остеопатия туралы ғылыми жағын басқа нелерімізде, видеомызда айтамыз. Бүгін қысқаша немен жұмыс жасайтындығына тоқталатын боламыз. Міне алдарыңызда адамның бұлшық еті. Қанша біз бұлшық еттен тұрамыз? Бізде мынандай қан айналым системасы бар, міне көріп тұрсыздар. Қаншама бізде қан айналады денемізбен. Міне қаншама бізде сүйек бар. Адамның денесінде жалпы 206-208 сүйек болады. Адамның жалпы организмінде. Бастың өзінде 23 сүйек бар. Біз бұларға тоқталған едік, видеоларымызда айттық. Аяқтың өзінде, табанның өзінде 26 сүйек бар. Жаңа туған нәрестелерде, балаларда 300-ге жақын сүйек болады. Бірақ уақыт өте келе оның барлығы бірігіп кетеді. Үлкейген сайын, адам өскен сайын 206-208 сүйек болады адамда. Енді остеопат маманы біз келген кезде бірінші осы адамның бітіміне қараймыз, түрлі тесттер жасаймыз. Адамның организмі тұтас организмда ол. Адамның мысалы келеді бізге, тізем ауырып тұр деп. Тізенің ауруы тек қана ауырып тұрған жерінен емес, ол басқа жерден болуы мүмкін. Омыртқадан болуы мүмкін, бастан болуы мүмкін. Міне, біз соның барлығын тест жасаймыз, қараймыз. Яғни адамның денесіндегі сүйектеріне және де міне бұлшық еттеріне, солардың орналасуына бір-бірінен айырмашылығы жоқ па, соның барлығын қарап, тесттер жасап, анықтап, және де соның барлығымен істейміз, жұмыс жасаймыз. Остеопат маманы тек қана сүйекпен жасамайды. Көбісі солай деп ойлайды, кейбіреулер тек остео деген сүйек деген мағына береді ол. Соған ойлайды, сүйекпен жұмыс жасайтын маман деп. Жоқ, бұлшық етпен де біз жұмыс жасаймыз. Адамның денесіндегі барлық бұлшық еттер бар. Әсіресе мына омыртқа ауыратын кезде көп адамдарда омыртқада кішкентай бұлшық еттер болады. Әр омыртқаның арасында. Ол массаж жасаған кезде оған әсер етпейді. Массаж сыртындағы бұлшық еттерге әсер етеді. Және де массажисттер омыртқаны ұстамайды негізі. Олар оған ұстауына, олармен жұмыс жасауына массажисттерге болмайды. Ол омыртқа өте, жаңа айтып отырық қой, өте нәзік. Онымен арнайы мамандар жұмыс жасайды негізі. Кез келген адамға омыртқаны ұстатып, омыртқаны бастырып, олай жасауға болмайды. Енді тек қана сүйекпен емес, міне бұлшық етпен, сонымен бірге адамның денесін айттық қой. Бізде қан тамырлар бар, венозная система, артериялар бар. Және де адамның сол тамырлары кейде бітеліп қалады, туннельный синдром дейді. Соларды қолмен ашып, прицельді жұмыс жасайды остеопаттар. Сондай да біздер жұмыстар жасаймыз. Және де сонымен бірге адамның бір жері ауырғанда, жаңа айттық қой. Мысалы, тізең ауыру мүмкін адамның. Ол ішкі ағзалардың әсерінен де болуы мүмкін. Өзінің тесттері бар, жұмыс жасайтын, анықтайтын. Соны қолдану арқылы біз ішкі құрылыспен де жұмыс жасаймыз. Висцера деп айтылады. Адамның ішкі ағзалары. Адамның ішкі ағзаларымен жұмыс жасау арқылы, өйткені адамның ішкі ағзаларының барлығы, адамның жалпы барлық ағзалары бір-бірімен байланысты. Сіздің бір жеріңіздің ауырғаны бір жеріне әсер етеді. Сондықтан остеопат маманы тек қана сүйекпен жұмыс жасайтын адам емес. Енді әрине ол остеопатқа да байланысты, остеопаттың біліміне, оқығандығына, әрі қарай тәжірибесіне. Бүгін осы қысқаша остеопат маманның жұмысы туралы
осындай